Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балалық шағымызды есімізге түсірейін деп, осындай өте жеңіл, тез жасалатын, көп нәрсені қажет етпейтін коржиктардың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай, жұп-жұмсақ, тез жасала қояды. Балдарыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар, мені қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше қажетті заттарды мен бөлісіп кетейін. Бізге ертілген сары май, ұн қопсытқыш, жұмыртқа, қант және де сүт қажет болады. Ендеше жасалу жолына кірісеміз. Алдымен осындай темір ыдысымызға сүтімізді және қантымызды оттың жаяу отында ысытып аламыз. Біздің қантымыз еру керек және осылай түсі өзгереді. Енді ары қарай бөлек ыдысымызға сары майымызды және жұмыртқамызды салып, осылай венчикпен алдын ала жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің сұйықтығымыз, сүтіміз суығасын, үстіне жұмыртқа мен сары майдың үстіне құйып, тағы да біркелкі етіп араластырып аламыз. Кейін үстіне ұнымызды саламыз. Мен ылғи рецептерде айтып кетемін, ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер деп, және де үстіне ұн қопсытқышты салып жібердім. Бөліп салған жақсы болады негізі. Себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Кейбір рецептерде көп қажет болады, кейбір рецептерде ұнды аз қажет болады. Сондықтан да қамыр илегенде ұнның барлығын бірден салып жібермей, 2 бөліп немесе 3 бөліп салу қажет болады. Міне менің ұным, қамырым дайын болды. Өте жұмсақ болады, қолға жабыспайды. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, шамамен 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Менің қамырым 2 сағаттан аса көп тұрды. Міне қамырым дайын болды. Енді үстіне астына ұнды себе отырып, біз қамырымызды жаятын боламыз. Қатты жұқа немесе қатты қалың емес, орташа қалыңдықта жайсаңыздар болады. Міне осындай қалыңдықта жарып қалады. Арнайы формаларыңыз болса, осылай формаларыңызбен коржиктарымызды жасап бастаймыз. Менде осындай шамамен 18 коржик шықты. Бұндай формалар кондитерлік дүкендерде сатылады, сол жерден таба аласыздар. Достар, менің арнам ұнаса, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіздер. Қазақ тілінің каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Осылай пергамент қағазына коржиктарымызды қоямыз және де бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, осы кезде пешімізді 180 градуста қосып қоюды ұмытпаңыздар. Менің балаларыма өте қатты ұнады және де әдемі түрін келтіру үшін осылай шаңшығымен бетіне істеп жіберсеңіздер болады. Ол міндетті емес, мен өзім әсемдік үшін жасадым. Міне қараңыздар, 180 градус пеште шамамен 12-15 минут аралығында пісіріп алдым. Әдемілігі үшін үстіне қант ұнтағын септім. Қыздар, өте қатты маған ұнады, әрі жұп-жұмсақ, міндетті түрде дәл осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Рецепттің толық қажеттілігін төменге описанияға тастап кететін боламын. Қараңыздар, міне жұп-жұмсақ және де біздің коржиктарымыз 2-3 көлемге қарай өседі. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Анар Елемесқызы.